6 сынып, 2 тақырып. 9-10 сабақтар. Қаланың қызу өмірі. 3 тапсырма. Қазақстанда қалалық мәдениет ерте ғасырлардан басталған. Ежелгі Қазақстан жерінде Отырар, Түркістан, Мерке, Аспара, Тараз, Талғар, Құлан, Құмкент, Жаркент, Сайрам, Сарайшық, Алматы және тағы басқа көптеген көне қалалар болған. Отырар қаласы Арыс пен Сырдария өзендерінің қосылған тұсында орналасқан. Ежелгі Отырар қыштан салған тамдары бар, көшелері кең, керуен кіріп шығатын қақпалары бар, көрікті қала болған. Осы қалада әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби туған. Түркістан қаласы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Түркістан сөзі түріктер мекені дегенді білдіреді. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Алматы әсем арман қала. Қазіргі кезде Алматы қаласы үлкен мегаполис. Ол күннен күнге көркейіп, өсіп келеді. Зәулім ғимараттар ерекше әдемі. Ауылдық жердегідей емес, Алматыда қызу тіршілік бір тоқтамайды. Мен достарыммен ойын-сауыққа барамын. От шашуды тамашалаймын. Хауызға түсемін. Мен Алматыны жақсы көремін. 7 тапсырма. Көлікке мінгенде. Қаламызда қырандай, самғар көлік табылар. Троллейбус пен трамвай, автобустар тағы бар. Автобусқа асығып, жолды кесіп өтпеймін. Доп тепкендей асырып, бос қалбырды теппеймін. Жол шетіне трамвай келе алмайды күтсеңде. Болу керек тым абай, мінгенде, не түскенде. Өзім барар бағыттың нөмірінде білемін. Ережеге қанықпын, артқы есіктен кіремін. Жұрт аяғын баспаймын, бүлдірмеймін, шашпаймын. Жол ақысын қоянша, төлеместен қашпаймын. Шаршап кейде жүрсемде, орын берем үлкенге. Қатты шулап тұрмаймын, құрбылармен күлсемде. Аялдама аттарын жаңылмастан жаттаймын. Жолда жүру тәртібін мен осылай сақтаймын. Қайырбек Шағыр.